Аквариум. Көзі өңменінен өтетін сұңғыла кітапханашы шахмат тақтасы алдында отыр екен. Қайтып келген Нораға қадала қарады. Сұмдық болды. Миссис Элм езуін қисайтты. Көзін жетті ғой? Неменеге көзім жетті? Нұсқаларды таңдай аласың, нәтижесін емес. Мені тыңдағаның абзал. Жақсы таңдау болды. Нәтижесі ғана сен ойлағандай болмады. Нора миссис Элмге барлай қарады. Оған осы ойын ұнап тұрғандай. Неге мен ол жақта қалдым? Деп сұрады Нора. Изи өлген соң неге қайтып кетпедім? Миссис Элм иығын қиқандатты. Сонда қалдың, қатты қайғырдың, күйзеліске түстің. Күйзеліс деген не екенін білесің ғой. Нора түсінді. Балықтар туралы бір зерттеу мақала есіне түсті. Балықтар біз ойлағандай емес, адамдарға көбірек ұқсайды. Олар да күйзеліске түседі. Адамдар зебра балыққа тәжірибе жасайды. Оларды аквариумге салып, оның орта тұсына маркермен көлденең сызық сызады. Күйзеліске түскен балықтар сызықтан жоғары көтерілмейді. Ал оларға прозак бергенде сызықтың үстіне көтеріліп мәз болып жүйткиді. Прозак дегеніміз антидепрессант. Қызық ештеңе қалмай мотив болмаса, аквариумде ары-бері жүзуде жалыққан балықтар күйзеліске түседі. Изи өлген соң Нораға Аустралияда бос аквариумге айналса керек. Сызықтың үстіне көтерілуге ынтасы болмаған. Оған тіпті прозак та көмектесе алмайды. Ана жабырқау пәтерде Жожомен бірге тұра береді. Елден шығарып жібермейінше ештеңе істемейді. Тіпті өзіне қол салуға да күші жетпегендей. Кей өмірінде сен ағыс әкеткен жаққа қалқи бересің. Өмірден ештеңе күтпейсің. Ештеңені өзгертуге тырыспайсың. Бәлкім біраз өмірінде солай шығар. Иә, деді Нора дауыстап. Даму жоқ, өсу жоқ, бір орында тұрып қалыппын. Мүмкін барлық өмірімде сондай шығармын. Шамасы сондай адам болармын. Теңіз жұлдызы қайда барса да теңіз жұлдызы болып қалады. Оның аэроғарыш саласында профессор болуы екі талай. Сондықтан барлық өмірім мәнсіз, өзім жігерсіз шығармын. Қателесіп тұрсың-ау? Жарайды онда. Бірақ мұндай емес, өзгеше өмірім болса, соған жіберіңізші. О қандай болуы мүмкін? Оны маған сен айтуың керек емес пе? Миссис Элм уәзір мен сарбазды жеді де тақтасын жапты. Мен қарапайым кітапханашымын. Кітапханашылар білімді адамдар. Олар бізге керек кітапты көрсетеді. Дұрыс әлемге бағыттайды, ең жақсы жерлерді біледі. Жаны бар іздеу өрісі десек болар. Соны айтамын, бірақ өзің не қалайтыныңды білуің керек. Метафоралық іздеу өрісіне не жазғың келеді? Кейде ұнайтын, не ұнамайтынын білу үшін басынан өткеруін шарт. Мен ондай табанды емеспін, сіз айтқандай бола алмаймын. Ол үшін сол өмірді сүруге тиіссің. Иә, ылғи солай дейсіз. Нора ауыр күрсінді. Кітапханада кеуде толтырып күрсінуге болатынын қызық көрінді. Дене мүшесі анық сезінді, кәдімгі адам сияқты. Ал мына жерді кәдімгі пәни жалған деуге келмейді. Шын денесі де осындай емесі анық. Болуы мүмкін де емес. Сөйте тұра міне шын өмірдегідей осында тұр. Тартылыс күші әсер етпесе, мына еденде тұрмас еді. Жарайды, деді ол, табысқа жеткен өмірге барайыншы. Миссис Элм жақтырмай таңдайын қақты. Көп кітап оқысан да сөзді орынды қолдануды үйренбеген екенсің. Кешіріңіз, табыс деймісің? Ол нені білдіреді, ақша ма? Білмеймін, мүмкін, бірақ табыстың кілті ақша дей алмас едім. Онда табыс деген не? Нора ештеңе айта алмады. Табыстың дәмін көрмеген адам оның не екенін қайдан білсін? Миссис Элм жымиды. Өкініштер кітабын қарағың келмей ме? Табысқа жеткізер деп ойлаған жолыңды өзгерткен, айнытқан, келте кескен шешімдеріңді қарап көрсеңше. Нора үстіне су құйып жіберген иттей басын шайқады. Толып жатқан қателіктері мен өкініштерін қайта есіне алып, жан жарасын тырнағаннан не қайыр? Күйзеліске түскені жетер. Өкініштерін онсыз да бес саусағындай біледі. Оларды ұмыту мүмкін емес. Масаның шаққанын, жараның орны жазылғанда ұмытасың. Ағат басқан, адасқан сәттерді еш түзей алмайсың. Олай емес, деді миссис Элм. Оның ойын оқып тұрғандай, мысығыма дұрыс қарамадым деп өкінгенде қойдың ғой. Изимен бірге Аустралияға бармадым деп те өкінбейсің. Нора бас изеді. Кітапханашы дұрыс айтады.
Бронте-Бичте бассейнге жүзгенін есіне алды. Таныс ортада рахат күйге бөленіп еді. «Жүзуге бүлдіршін кезеңнен бардың», деді миссис Элм. «Иә, әкел сені бассейнге қуана-қуана апаратын. Оның ренжімей істейтін ісінің бірі мені жүзуге тасу еді», деді Нора. Бассейнге әкесін қуанту үшін және суға түскенде үнсіздікке шоматыны үшін жақсы көретін. Үйдегі әке-шешесінің ұрыс-керісіне кереғар әлем жанына тыныштық сыйлайтын. «Жүзуді неге тастап кеттің?» деп сұрады миссис Элм. «Жүзуден орын ала бастаған соң көзге түстім, ал маған танымал болған ұнамайды. Оның үстіне жасөспірім қыздың дене мүшесіне қатты мән беретін кезі ғой, ал мен үнемі шомылатын киіммен жүруге тиіс болдым. Біреу маған жауырының ұлдардікі сияқты жалпақ екен», деді. Әрине бос сөз, мән бермеуім керек еді. Бірақ ол жаста өзіне қатысты айтылған сөздің бәріне мән бересің. Оқушы кезімде тымырайып оңаша жүргенді жақсы көретінмін. Сыныптастарым мені балық деп мұқататын. Өте ұялшақ едім. Сондықтан да ойын алаңына шықпай кітапханаға тығылатынмын. Болмашы нәрсе сияқты шынында маған сол жер қатты көмектесті. «Болмашы нәрсенің үлкен маңызы бар, соны ұмытпа», деді миссис Элм. «Әр кез есінде болсын». Нора мектептегі өмірі жайлы ойланды. Ұялшақ бола тұра көзге түсті. Мінезі мен қабілеті кереғар түсіп қиналды. Әйтеуір мектепте ешкім оған тиісіп буллинг жасаған емес. Ағасының арқасы шығар. Бұзық болмаса да Жоу оқушылар арасында беделді еді. Оны сыйлайтын, осы туыстық қатынас мектептегілердің мазағына қалмауға көмектескен иммунитет болды. Қалалық кейін мемлекеттік деңгейдегі жарыстардан орын алды. 15-ке толғанда мұндай өмірде мезі болғанын түсінді. Күнде демалыссыз жүзу керек. Бассейн артынан бассейн, тоқтау жоқ. Жүзуді тастадым. Миссис Элм басын изеді. Содан соң әкең саған салқын тартты. Кейін тіпті сөйлеспейтін болды. Дәл солай. Жаңбыр себелеп тұрған жексенбінің таңында Бетфорд оқушылар үйірмелер орталығы қасында әкесіне бұдан былай жарысқа қатысқысы келмейтінін айтты. Әкесінің өкінген, қапаланған, ренжіген бейнесі көз алдына келді. «Жетістікке жетуге бір-ақ қадам қалды», деді ол. «Иә, тура солай айтқан еді. Ешқашан поп жұлдызы бола алмайсың, біліп қой, ал чемпион болу қолынан келеді. Аз қалды. Жаттыға берсен бір күні Олимпиадаға барасың, күмәнсіз». Нора әкесінің сөзіне өкпелеп қалды. Бақытты өмірге апаратын тар сүрлеу бардай, сол сүрлеуді әкесі ғана таңдайтындай болғаны үшін ренжіді. Мұның өз өмірі, өз таңдауы қате екен. Тек арманына тым жақын қалғанда одан түбегейлі бас тартып, теріс айналып кеткені үшін әкесінің өзегі өртеніп тұрғанын түсінбеді. 15 жаста оны түсіну қиын. Жалпы әкесінің мінезі қиын, қырсық адам еді. Нораның мінез құлқы, іс-әрекеті оған ұнамады. Жүзуге қатысы жоқ таңдауын, қалауын сынай беретін. Кейде Нора оның қасында отырғанда жасырын қылмыс жасап отырған адамдай өз-өзінен қуыстанып, өзін айыпты сезініп мазасы кететін. Регбимен айналысқан әкесі сіңірін жарақаттап алып, спортпен қоштасты. Содан соң бүкіл әлемді өзіне жау санады. Нораны да өш алуға тиіс дүниенің бірі санады. Әйтеуір Нораға солай сезілетін. Көліктегі әңгімеден кейін өзін әкесінің сол тізесіндегі жарақат санайтын болды. Аяқ-қолы бар жара. Бәлкім, әкесі көреген кісі шығар. Бір өкініші екіншісіне ұласып, ақыры соңында өкініштен құралған өксікке толы өмірі ғана қалатынын білген болар. Өкініштер кітабы. Жарайды, миссис Элм, әкем қалағандай өмір сүргенде тағдырым қандай болатынын білгім келеді. Жүзуді тастамадым, жаттығудан қалмадым делік. Таңғы 5-те де кешкі 9-да да қыңқ демей жаттығуға барып жүрейін. Күнде жүземін. Есіл дертім чемпион болу ғана. Ән шығару немесе роман жазу ойыма да кіріп шықпайды. Еркін жүзуден басқа ештеңені ойламаймын. Ешқашан берілмеймін, шаршамаймын. Олимпиада медалін алу үшін бәрін құрбан етуге даярмын. Осындай өмірге апарыңызшы. Миссис Элм Нораның монологын естімегендей, өзімен өзі ойнап отырған шахмат тақтасына қабағын түйе қарап отыр. «Кемені жақсы көремін», деді ол. «Одан қауіп жоқ сияқты көрінеді, түп-түзу жүреді. Уәзір мен пілден, аттан көз жазбау керек. Олар алдап соғады деп ойлайсың. Ал түптеп келгенде кеме жер соқтырып кетеді. Түзу жүргеніне қарап, қара-байыр санауға болмайды екен». Нора миссис Элмнің шахматты ғана меңзеп отырмағанын түсінді.
сөрелер тағы қозғалды. Пойыз сияқты тез. Сен сұрап тұрған өмір пабтағы өмір мен Аустралиядағы хикаядан да алыс жатыр, деп түсіндірді миссис Элм. Ол екеуі жақын болатын. Мына өмірде түрлі таңдау көп. Ол таңдаулар бұрынғы шешімдерімен байланысты. Сондықтан кітабы да алыс тұр. Көрдің бе? Көрдім. Кітапхананың өз жүйесі бар. Кітаптар баяулады. Міне бізге керегі. Миссис Элм тіпті орнынан тұрған да жоқ. Сол қолын созып еді, кітап өзі қалықтап келіп алақанына қона салды. Қалай істедіңіз? Өзім де білмеймін. Сен сұраған өмір осы. Бара ғой. Нора кітапты қолына алды, жеп-жеңіл, жап-жаңа лайым түсті. Бірінші бетін ашты. Бұл жолы ештеңе сезбей қалды. Нораның өмір мен өлім ой арасынан өтпей тұрып жазған соңғы жазбасы. Мысығымды сағындым, шаршадым.